Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте оңай және тез дайын болатын тауық етінен дәмді тағам дайындау рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ең алдымен пиязды осылай видеода көрсетілгендей турап аламыз. Пиязды осылай видеода көрсетілгендей турап аламыз. Одан кейін болгар бұрышын мен осылай турағанды жақсы көремін, бірақ та сіздер қалауларыңыз бойынша турауларыңызға болады. Майда 4 бұрыш турасаңыздар да болады. Ал сәбізді осындай тертаның майда тішесімен шығардым мен. Енді қазанымыздың астын жағып 4-5 ас қасық күнбағыс май құямыз. Ол қызғаннан кейін, майымыз қызғаннан кейін алдымен тауығымыздың етін салып қорып аламыз. Екі жағы қызарғанша. Етті қызартып алғаннан кейін пиязды салып қуырамыз. Мен етті қуырған кезде приправаларды басында салып жіберемін. Дәмі етке бірігіп, дәмі әдемі болу үшін. Осылайша видеода көрсетілгендей бірінен кейін бірін салып, жақсылап қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін бір ас қасық соевый соус құйып жібереміз. Қалауларыңыз бойынша ол құймасаңыздар да болады. Бір-екі рет араластырып, бетін жапқанша су құйып, одан кейін астын орташа отқа қойып пісіріп аламыз. Менде гарнирге пюре мен күріш болады. Сарымсақты тамақ почти піскен кезде саламыз. Бір-екі рет қайнатып, астын өшіріп қоямыз. Енді күрішті дайындап аламыз. Ол үшін мен күрішті жақсылап жуамын және ыдысқа азғантай ғана күнбағыс майын құйып, жаңағы жуған күрішті салып, жақсылап су кепкенше қуырып аламын. Өйткені күріш шашылып әдемі болып шығады. Бір-біріне жабысып қалмайды қуырып алсақ.
Қуырылғаннан кейін күрішке мен қайнаған су құямын. Ол күріштің мөлшеріне байланысты. Мына жерде мен қуырған күрішке 1,5 стакан су жеткілікті болды. Оны біз күріштің бетін сәл ғана жауып тұрса болды. Сол судың мөлшері жеткілікті болады. Және де азғандай тұз саламыз. Бетін жауып, астыны орташа